Жас жігіт түрмеге жұмысқа орналасуға келеді де ол жерде шу шығып жалғыз өзі қамаудағы қылмыскерлердің ортасында қалып қояды. Түрмедегі қылмыскерлердің бәрі заң қызметкерлерін қаншалықты жақтырмайтыны белгілі. Енді сол түрмедегі бүкіл қылмыскерлердің ортасында жалғыз өзі қалған жігіттің тағдыры қалай өрбиді бірге тамашалайық. Ол үшін бірінші біздің YouTube парақшамызға қолдау білдіріп тіркеліп кетіңіздер. Біз киноның басында бір қарттың темекі шегіп отқанын көреміз. Одан ол қарт өз қолын кесіп, одан кейін қолын суға салып су қызыл қанға боялады. Одан кейін көрініс бір есімі Қуан деген жігіттің түрмеге жұмысқа орналасуға келіп жатқанын көреміз. Ол жігіт жұмысқа шықпас бұрын түрмемен толық танысу үшін келген. Оны түрме қызметкерлері бірге жүріп түрмемен таныстырады. Түрме қызметкерлері түрмем таныстыру барысында мұнда өте қорқынышты қылмыскерлер бар, бірақ біз оларды бөлек ұстаймыз, өйткені олардың қолынан бірыңғай жаман нәрселер жасау ғана келеді дейді. Түрме қызметкерлерінің бірі түрмемен таныстыру барысында оған бір тапанша көрсетеді. Бұл қылмыскерлердің тапаншасы қолдан жасап алған деп, жігіт бұл затты жасау үшін олар керекті затты қайдан алады деп сұрайды. Қызметкерлер бұған керекті затты олардың туған туыстары әкеліп беріп, мұндағы бір қарауылдар арқылы келісіп түрме ішіне кіргізіп жүр. Сен де абай бол, мұндағы қылмыскерлер сенің де басында айналдырып алдап айтқандарын жасатып жүрмесін дейді. Сөйтіп тұрғанда олардың қасына бір Хулиан деген жігіт келіп, жігіттермен саулық сұрасып Қуанның жұмысына сәттілік тілеп қайта кетіп қалады. Үшеуі әңгіме айтып қалып қояды. Бір сәтте төбеден тас сияқты бір зат құлайды. Жігіттер қорғанып Құдай сақтап бізге тимеді деп тұрғанда Қуанның басынан қан аға бастайды. Сөйтсе жанағы құлаған заттың бір бөлігі басына тиген екен. Қуанды жанындағы екі жігіт жақын жерде тұрған тұтқындарға арналған 211 камераға апарып жатқызады. Түрмедегі ең қорқынышты қылмыскердің бірі Тақырбас кенеттен пайда болады да қолындағы кісенді шешіп түрме есігін ашып қарауылда тұрған Хулиан деген түрме қызметкерін қылқындырып өлтіріп қояды. Содан түрме ішінде ызы-шу басталып кетеді. Қуанның қасындағы екі жігіт бұны көріп қорқандарынан Қуанды жалғыз тастап қаша жөнеледі. Түрме басшысына келіп екі жігіттің бірі түрме есігін бәрі жабық, қылмыскерлер ешқайда қаша алмайды, бірақ ішінде Қуан мен Хулиан қалып кетті дейді. Қуан көзін ашып қалса біреу жағасынан ұстап алып сен кімсің деп жатады. Ештеңе түсінбеген жігіт жата береді. Жауапсыз жатқанын көріп қылмыскер кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін Қуанның есіне барлық нәрсе түседі және басы бәлеге қалғанын бірден түсініп, өзінің заң қызметкері екенін білдірмес үшін аяқ киімін бауын шешіп беліндегі ремень шешіп тастайды. Бір уақытта түрме қылмыскерлері Қуанды Тақырбасқа алып барады. Тақырбас Қуанға сен кімсің деп сұрайды. Қуан мені бұл түрмеге таң азанмен қамап тастады, адам өлтіргенім үшін деп жауап береді. Тақырбас жігіттің сөзіне сенбей шешіндіріп тастайды. Күмәнданатын ештеңе байқамай кетіп қалады. Қуан киініп жоғарыға шығып бара жатса, басқа қылмыскерлер камераны сындырып жатыр екен. Бұны көрген Қуан Тақырбасқа келіп, біз бір камераны қалдыруымыз керек, өйткені сол арқылы түрме басшысымен сөйлесіп, өз талабымызды қоятын боламыз дейді. Бұл сөзіне келіскен Тақырбас онда камера бетіне бір нәрсе жауып таста дейді. Қуанның камера бетін жауып жатқанын көрген әріптестері қылмыскерлер Қуанды да қылмыскер деп ойлап қалды дейді. Тақырбас Қуанды бір бөлмеге алып келеді. Сөйтсе онда Хулиан деген әріптесінің байланып тұрғанын көрсетіп, Тақырбас мұнда мынаған қарауыл бол деп қылмыскерлердің бірін тастайды. Сөйтіп жатқанда түрмеге қосымша күш шақыртып, олар түрмеге бастырып кіргелі жатады. Қарауылдың бірі түрме басшысына бұл жасап жатқан нәрсе дұрыс емес деп айтады. Өйткені түрме ішінде күшті бандиттік топтың адамдары бар, олар өліп қалатын болса, солар үшін қылмыстық топ өш алуы мүмкін дейді. Тақырбас камера алдына бір топ қылмыстық топтың адамдарын жинайды да осылар арқылы өзіміздің талаптарын айтамыз деп Қуанды отырғызып, өздерінің талаптарын жаздырады. Олардың талаптары бізді туған туыстарымызбен жиі кездесіп тұруды мүмкіндік жасасын және бізді жалғыздан камераға қамауды доғарсын, өйткені 211 камерадағы қылмыскер ауырып жатқанда ешкім көмек бермегендіктен ауруына шыдай алмай өліп қалды дейді.
Одан кейін тақырбас олармен сөйлесуге келген Алмаңсе деген адаммен сөйлесу үшін оны Қуан екеуі күтіп тұрғанда Қуан тақырбасқа менің әйелімнің аяғы ауыр, мен мұнда есірткі сатқан адамды өлтіріп түстім, өйткені ол менің бауырымды есірткіге тәуелді етіп нашақор қылды деп жатқанда, оларды сыртта екі қылмыскер бақылап тұрады. Олардың бірі екіншісіне біз Қуанды білмейміз, оған сенуге болама десе, екіншісі бұл жерде ешкімге сенуге болмайды деп жауап қайтарады. Бір сәтті Алмаңсе түрмеге келеді. Қуан оны тексеріп жатып кепілге алынғандардың бәрі жуынатын бөлмеде деп құлағына сыбырлайды. Тақырбас барлық талаптарын айтып, бізге тамақ қажет, сосын Қуан әйелімен сөйлесу керек, себебі әйелінің аяғы ауыр екен деп айтады. Алмаңсе жарайды деп Қуанды ертеп шығып бара жатқанда, ішкі жақтан адамның айқайлаған дауысы шығады. Тақырбас жүгіріп барып Алмаңсені ұстап кепілге алады да есіктерді жауып тастайды. Қараса, түрме қылмыскерлері жанындағы бір қылмыскерді өлтіріп тастапты. Оны көрген қосымша күш қылмыскерлер кепілге алғандарды өлтіріп жатыр деп ойлап ішке басып кіре бастайды. Қуан жүгіріп барып кепілге алғандарды камера алдына алып келіп көрсетеді. Оны көргенде қосымша топ бастырып кіруін тоқтатады. Бұл істеріне риза болған қылмыскерлер Қуан мен Тақырбасты көтеріп алып мақтап жатады. Тақырбас Қуанға бұл ісің алғашқы және соңғысы болсын, маған айтпай тағы бір іс жасайтын болсам басқаша сөйлесетін боламын дейді. Қуанның әйелі теледидардан Қуан жұмысқа орналасқан түрмеде көтеріліс болып жатқанын көреді. Түрме бастығы ауруханада жатқан қылмыскерден Тақырбас кепілге алған қылмыстық топтың адамдары туралы ақпаратты қайдан білді деп қинап сұрайды. Қиналған қылмыскер оның бәрін Тақырбас шашалғыштан біліп алды деп айтады. Түрме қызметкері басшысын тоқтатып, бұлай қылмыскерлерді қинап жатқанын дұрыс емес дейді. Бұл уақытта Қуанның әйелі түрмеге жақындап қалған болатын. Қылмыскерлер әкеліп берген тамақты жеп жатқанда Тақырбас келіп түрмедегі қылмыскерді өлтірген адамды қорқытып жатады. Сол уақытта Қуан білдірмей байланыс құралын алып бір камераға барып Алмаңсемен сөйлеседі. Алмаңсе Қуанға еш көмек бере алмайтынын айтады. Бір сәтте қылмыскерлер теледидардан түрме ішіндегі көтеріліс және кепілге алғандардың суретімен жаңалықтарға шығып кеткенін көреді. Теледидардан олар өз туғандарын түрме жанына жиналып жатқанын көріп тұрғанда Тақырбас Қуанды іздейді. Сол сәтте Қуан келіп Тақырбасқа байланыс құралын береді. Бір нәрсені сезген түрмедегі қылмыскерлердің бірі Апачи камерасына тығып қойған байланыс құралын алып таныстарына қоңырау шалып Қуан жөнінде ақпарат сұрайды. Бұл сәтте қылмыскерлердің туған туыстары түрме алдында жиналып, біздің туғандарымыздың не тірі не өлі екенін көрсетіңдер деп шулап жатады. Бұны көрген түрме қызметкерлері келіп жиналып тұрған адамдарды соққыға жығады. Бұны теледидардан көрген Тақырбас Алмаңсеге қоңырау шалып әрекеттерінді тоқтатыңдар деп бұйрық береді. Бір сәтте Апачи Қуанның жанына келіп, мен сен туралы бәрін білем дейді. Қуан ашуланып, онда барда бәрін айтып бер деп жатқанда, Қуан теледидардан әйелін көріп Алмаңсеге қоңырау шалып сырттағы адамдарды камераға түсіруді тоқтатыңдар дейді. Алмаңсе түсіруді тоқтатыңдар деп бұйрық беріп жатқанда Қуанның әйелін біреу ұрып жібереді. Әйелі қатты соққыдан жерге құлап қалғанда эфир тоқтап, Қуан әйелінің соққы алып жерге құлап қалғанын көрмей қалады. Қуанның әйелі ауыр жағдайда ауруханаға түседі. Тақырбас Алмаңсеге қайта қоңырау шалып эфирді қайта қосыңдар, өйткені біз сырттағы жағдайды көріп тұруымыз қажет дейді. Апачи қайта Қуанмен сөйлесуге келеді. Қуан Апачиді қорқытып, мен сенің түрме қызметкерлерімен сөйлесіп байланыс орнатқанды айтпаймын, егер сыртта менің әйеліме не болғанын біліп берсен дейді. Бір сәтте Тақырбастың қолына жарақат алған адамдардың тізімін әкеліп береді. Бірақ Тақырбас сенбей, олар бізді алдап жатыр, тізімде өте аз адамның атын жазып қойған дейді. Бір сәтте қылмыскерлердің бірі біз кепілге алғандарды өлтіруіміз керек дейді. Оған Қуан біз олай жасайтынын болсақ түрме қызметкерлері басып кіреді, өзімізге қиын болады. Одан да біреуін құлағын кесіп тастайық деп жатқанда айтқаның жөн. Бірақ құлағын сен кесесін деп бұйрық береді. Айла таппай Қуан көзін жұмып тұрып біреуінің құлағын кесіп тастайды. Тақырбас Қуанды шақырып жатады. Қуан бірдеңеден сезіктеніп қалды ма деп ойлап құлақ кескен затын қалтасына салып алады. Барса оған телефонмен бір видео көрсетеді. Қараса, Қуан әйелін түрме басшысы ұрып жатқанын көреді. Тақырбас Алмаңсеге байланысқа шығып түрме басшысын бізге жібер дейді. Түрме басшысы түрме ішіне кірген уақытта түрмедегі Қуанның әріптесі Қуанға әйелінің қаза тапқанын хабарлайды. Ол сөзді естіп ашуға булыққан Қуан басшысына тап береді. Оған қосылған қылмыскерлер қосыла түрме
башысын кілей жөнеледі. Түрме башысы қылмыскерлерге Қуан қылмыскер емес түрме қызметкерлерінің бірі деп сатып береді. Қуан ашуланып түрме башысын бағанағы құлақ кескен затпен мойнынан сойып жібереді. Қуан әйелінің өліміне шыдай алмай өзін өлтіруге әрекеттер жасайды. Түрме ішіне қылмыскерлермен сөйлесуге Алман Сенін орнынан басқа адам келеді. Қуан Тақырбастың сөзін бөліп түрме басшысының денесін сүйреп келіп оны өлтіріп тастадым дейді. Тақырбас бұларға сенуге болмайды. Мемлекет әрдайым бізді алдайды. Бұлармен жұрт алдында келісімге келу қажет дейді. Қуанды түрмедегі барлық қылмыскерлер қолдай жөнеледі. Тақырбас Қуанды басқа бөлмеге алып келіп қорқытып, саған менің рұқсатымсыз сөйлеуші болма деп айтқан жоқпын ба? Ашуланған Қуан енді оқиға өзгерді, әркім өзінше әрекет жасау керек дейді. Бұдан кейін Тақырбас сырттағылармен байланысқа шығып Қуан туралы барлық ақпаратты біліп, оның түрме қызметкері екенін біледі де қатты таңғалады. Бірақ ол түрме басшысын өлтіріп қойды. Ол енді бізбен бірге, сондықтан мен оны сыйлаймын дейді. Тақырбас Қуанмен сөйлесіп отырып, маған сырттағылар сені өлтірсем 1 жылдан соң бостандық береміз деді. Бірақ мен олай жасамаймын, тек мені алдаған үшін саған ашулымын. Түрме қызметкерлері сені өлтірмесе, бір күні мен ашуланып сені өлтіріп қоюым мүмкін дейді. Бір сәтте түрме қызметкерлері ішке басып кіреді. Кепілге алынғандарды құтқарып жатқан түрме қызметкерлерін апатшы өз адамдарымен өлтіріп, өздері жолға тұрып алады. Қуан мен Тақырбас жоғарыға шығып жүгіріп бара жатқанда апатшы Қуанның артынан оқ атады. Қуан сол жерде Тақырбастың қолында жатып қаза табады. Кім екенін сезген Тақырбас апатшыге бара жатқанда оның да кеудесінен оқ атады. Көтеріліс бәрі біткен кезде өлген адамдарды тексеріп жатып Қуанның денесін тауып алады. Бірақ Тақырбас өлмей қалған. Оны көрген апатшы жүрегінде бір күмән қалып қарап қалады. Қуанның әріптесі 211 бөлмеге кіріп Қуанның үйленгенде таққан неке жүзігін тауып алады. Сол сәтте кино өз мәресіне жетіп аяқталады. Достар, кино сіздерге ұнаған болса лайк басып қолдау білдіріп, YouTube парақшамызға тіркеліп кетіңіздер.